Сәлеметсіңдер ме балалар? 2-ші сыныптың жаратылыстану пәні. 20-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы ғаламшарлар қандай болады? Бүгінгі сабақта сендер қандай ғаламшарларды алып деп атайтынын білетін боласыңдар. Бірінші тапсырма. Ғарыш кемесінің траекториясын бақыла. Юпитерді тағы қалай атайтынын анықта. Алып ғаламшар. Ғаламшарларды неліктен осылай атайды? Ойлан. Тағы қандай ғаламшарлар алып ғаламшарлар деп аталады? Күн жүйесінің ғаламшарлары екі топқа бөлінеді. Жер тобындағы ғаламшарлар және алып ғаламшарлар. Жер тобындағы ғаламшарлар: Меркурий, шолпан, жер, Марс. Алып ғаламшарлар: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Жер тобындағы ғаламшарлардың серіктері аз немесе мүлдем болмайды. Сақиналар жүйесі де жоқ. Олардың беткі қабаттары қатты. Бұл ғаламшарлар күнге жақын орналасқан. Бізге берілген алып ғаламшарлар Уран, Сатурн, Нептун және де Юпитер. Ең біріншісі Уран негізінен мұздан тұратын көгілдір түсті ғаламшар. Ал Сатурн болса сақиналар жүйесі бар ғаламшар. Ал Нептун болса күннен ең алыс орналасқан өте қатты жел болып тұратын ғаламшар. Юпитер болса ең үлкен ғаламшарымыздың бірі екен. алып ғаламшарлардың қатты қабаты болмайды. Олар күннен өте алыс орналасқан. Мөлшері мен массасы бойынша олар өте үлкен. Ең тез және жылдам қозғалатын ғаламшар ол күнге жақын орналасқан Меркурий. Ал ең баяу қозғалатын ғаламшар қандай деп ойлайсыңдар? Әрине, ол Нептун. Нептун өте баяу қозғалады екен. Және Нептун ол барлығынан алыс орналасқан ғаламшардың бірі болып табылады. Сен білесің бе? Обсерваторияны оңай тануға болады. Оның телескопқа арналған ашылып жабылатын күмбез тәрізді төбесі бар. Тянь-Шань обсерваториясы Алматы қаласының маңындағы биік тау басында орналасқан. Ғалымдар бұл жерде күнде жүріп жатқан процестерді зерделейді. Олар Ай, Марс, тағы басқа аспан денелерін зерттейді. Үйден өз ғаламшарыңды ойлап тап. Оны сипатта. Сенің ғаламшарың қалай аталады? Ол несімен ерекше? Оның үстіңгі беті қандай? Сенің ғаламшарыңда тіршілік бар ма? Осы сұрақтарға жауап беріп келеміз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.